Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі қонақта Нұрлан Ағалтын Алпысбайқызы. Жалпы бұл кісі мұғалім, тарихшы, жалпы бұл коллекция жинаумен айналысқан апай. Енді бүгінгі қонағымыз өзін таныстырып жіберсе. Саламатсыздар ма балаларым, оқушыларым. Мен осы мектепте 40 жылдан бері сабақ беріп келе жатырмын. Және осы мектепте алғашқыда бастауыш кластарға сабақ бердім. Енді қазір 30 жылдан астам уақыт мен тарих пәнімен балдарды сусындатып жүрмін. Енді сол сабақ берумен қатар әртүрлі машықтарым бар, әртүрлі қызығушылықтарым бар. Соның бірі осы коллекция жинау. Алтын апай, осы коллекцияның түрлі салалары бар да. Ол автокөліктер, картиналар, тағы да басқа зерттейтін заттар бар. Неге сіз осы монета коллекциясын таңдадыңыз және оны таңдауыңызға не әсер етті? Не себеп болды ма? Дұрыс айтасың. Бала кезімде ағам болды, ағам екеуміз біз значок жинадық. Ол кезде значок тағатын еді ғой. Содан кейін түрлі ол кезде артистердің открыткілері шығады. Сол артистердің открыткілерін жинадым. Енді заманына қарай ғой қызығушылық. Содан кейін үлкендеу болған кезде енді көп коллекцияға көңіл аудармай бертін келе мына Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін өзіміздің 4 теңгеміз шыққаннан кейін мына орыстың ақшалары сол кезде жұмсамсыз қалды. Ақша деген қалып қойды да тастап лақтырып тастауға 93 жылы көзіміз қимады да мінекей осы тиындардан коллекция басталып кетті. Мынау 20 тиындар, мынау 15 тиындар, мынау 10 тиындар. Сол кезде біраз қауесеттер болып осы ақшалар кезінде пұл болады деп. Бір жағында сол бар шығар, сол жинап алып қойдым. Апай, осы коллекция жинау қиындық тудырмады ма? Осы мысалы көптеген заттар, коллекция көптеген заттардан тұрады. Мысалы біреулер сағыз жинау мүмкін, ол өте оңай. Барады да сатып алады. Ал осы ақша жинау ол өте қиын. Ол бір мемлекетке барып келу керек. Дәл сондай сияқты. Қиыншылық тудырмады ма? Дұрыс айтасың, қиындық туды. Мына Қазақстанның 100 теңгесіне келетін болсақ, ең алғашқы 93 жылғы 1000 теңге мынау. Сол ең алғашқы 1000 теңге мынандай болды да, содан кейін олардың түрлері өзгере бастады. Мына мысалы, мынау 2011 жылы шыққан теңге, жаңағы Қазақстан төраға болған кезде шықты. Мынау 2010 жылы шықты. Мынау жаңағы саналы шыққан ограниченный коллекция дейді ғой. Неге осындай теңгелер кошелегіңді тұрмайды ғой, жұмсақ қоясың. Көзің демай бір ақша керек болған кезде жұмсақ қоясың, бірақ артынан соны іздеп табам деп біреуден көріп қалып алмастырайықшы, мен саған ана 1000 теңгені берейін, сен маған мына 1000 теңгені берші деп сөйтіп алмастырып алдым. Оның ешқандай жасыратыны жоқ, бірақ оңайлығы да бар. Сол балдарға, немесе адамдарға мен осылай ақша жинайтын едім деп бір айтсам, әкеліп береді өздері. Мысалы, мына шеті жоқ 5 теңгені де бір бала келіп берді. Мынаны да бір оқушыларыма келіп берді, мынаны да бір оқушыларыма келіп берді, мынаны да кеше бір оқушыларыма келіп берді, жаңағы кеңес үкіметі кезіндегі тиындар деп. Қалада қайсының бар, сен тиын жинайтын едің ғой деп, осындай жаңағы өзгеше теңгелерді жинап қояды маған. Мына бір дүкенші досым бар, ол да маған әртүрлі теңгелерді жаңағыдай 100 теңгенің суреті өзгеше болса жинап қояды да, мен саған тиын дайындап қойдым деп беріп тұрады. Жеңілдігі сол жақ, жұрт менің қызығушылығымды қолдайды, содан кейін менде одан сайын қызығушылығым оянады. Керемет. Енді шетелге келетін болсақ, мысалы менің балам шетелдерге барды бір жұмыс бабымен. Содан мына жердегі шетелдің ақшаларын көбісін соға келіп берді. Ал міне бұл 5 манатты, Түркменнің 5 манатын бір жолаушы берді. Мен бір кошелегімді ашып ішіндегі теңгелерді көрсетіп отырдым. Содан сізде неше түрлі теңгелер бар екен деп мен сөйтіп жинайтын едім деп айтып едім. Онда сізде де бар ма, біреуін берсеңіз бола ма деп сұрап алдым. Менің 5 манатын берді, ол өте құнды ақша екен. Түркменнің манаты теңгеден құнды екен. Бір манаты 120. Жетті ма? Сондай құнды ақша екен. Мынау әйтеуір 200 теңге болады дейді осы 5 манаты. Солай келген. Осы зерттеулерді қай уақыттан бастап бастадыңыз және қанша уақыт кетті оңыз? Зерттеуді мен осы
теңге басталған кезде бастадым. Ең алғашқы болып балдарға сол теңгенің құндылығын көрсету үшін бірінші ана газетке шыққан суреттерін қиып алып буклет жасап, цветной буклет жасап, ол кезде мына теңгенің бетінде Абай болды, Шоқан болды, Әл-Фараби болды, Құрманғазы болды. Иә, мінекей осы неше түрлі өзіміздің еліміздің саналы азаматтары, Абылай хан болды. Мен солардың тарихын жеткізу үшін ең алғашқы болып буклет жасадым. Сол буклетті жаңағы ғылыми жобалар конференциясына ұсынып, ғылыми жоба ретінде қорғадық біз. Бірақ ары қарай ол жалғаспай қалды, өйткені теңгелер өзгеріп кетті. Бастапқы кезде тиында қағаз болды ғой. Мен сол тиын қағаз ақша менде сақталмай қалды. Бірақ буклетте бар. Ең алғашқы тиын болып шыққан теңгелер, қағаз ақша болып шыққан тиындар. Мінекей содан кейін ол теңгелер де өзгерді. Сол мінекей мынаның ішінде бар мына жерде мінекей мысалы. Мынау ең алғашқы 50 тиын мысалы. Мына жерде. Мынау 5 теңге. Қазір мынандай 5 теңге жоқ мысалы. Мінекей солар соңғы бұрынғы үлгісі мен соңғы үлгісін салыстырып отырамыз. Бұрынғы үлгісі мен сол мысалы балдарға жаңағы теңгенің тарихын оқытқан кезде мен осы коллекциямды әкеліп сол балдарға көрсетемін. Мысалы басқа шетелдердің тарихын оқытқан кезде де әкеліп олардың ақшаларын көрсетемін. Біздің елмен салыстырып айтамын. Мінекей осындай әрекеттерге мына коллекция үлкен көмек береді. Жалпы апай, осы коллекция дегенді қалай түсінесіз? Осы біз коллекция дегенді мысалы кейбіреулер арзан құрсын деп, кейбіреулер мысалы бұл тарихи жәдігерлер жинау деп те түсінеді кейбір адамдар. Осы коллекция дегенді қалай түсінесіз? Коллекция үлкен жинақ қой енді. Жинақ ішінде құнды заттар болуы мүмкін, құнсыз да заттар болуы мүмкін. Мен мысалы не үшін жинаймын? Мен өзім тарихшы болғаннан кейін мен өзімнің елімнің тарихын терең білуім керек. Бұл ақша ең алғашқы тарихты білдіретін сол ақша. Аяғында біздер орыс мемлекетінің құрамында болғанда солардың ақшасын ұстадық. Рубльді ұстадық. Мына жерде рубльдер жатыр. Мына жерлерде де рубль жатыр. Мына мінекей 10 рубль мінекей. Мына жерде қазіргі кездегі орыстардың рубль жатыр, тиындар жатыр, жаңа көрсеткен. Соларды ұстадық. Мен 93 жылы теңге шыққаннан кейін осы теңгенің тарихы мені қызықтырып, осыларды жинай бастадым. Және мінекей жақын арада Қазақстанның билеушілері деген коллекция пайда болды. Бұл интернетте қайта-қайта шығып жүрді. Содан мен шыдай алмадым. Негізі былтыр шығып еді. Сол Қазақстанның билеушілері біз енді тест сұрақтары бер, сол Қазақстанның билеушілері бірінші хан кім, екінші хан кім, қандай жылы кім хан болды. Қазіргі кездегі билеушілері мысалы Қонаев қашан отырды, Назарбаев қашан отырды, Тоқаев қашан отырды. Мына коллекция сол сұрақтың бәріне жауап береді. Мысалы мына жерде басталады. Мына сертификаты мына жер Қазақстан билеушілері дейді. Керей ханнан басталады. Сосын Жәнібек хан рет-ретімен бәрі кете береді. Барлығы мына 28 монета бар осындай. Мына 50 теңге, кәдімгі айналыстағы 50 теңге, мына жағы қазақтың хандары. Сосын қазақ хандары аяқталғаннан кейін, кеңес үкіметі орнағаннан кейін билеушілер болған адамдар кетеді. Және Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін мінекей қызыл ту кетіп қалып, орнына көк ту келіп, Нұрсұлтан Назарбаев билікке келген еліміздің төл таңбасы, жаңағы гербі, Тоқай, содан кейін мінекей, содан кейін енді өзім басқа жаңағы жеті қазынаны қостым, қазақтың теңгесінің 10 жылдығын қостым. Мінекей осындай түрлі коллекция қазір мынандай менде арнайы альбомда тұр. Жалпы апай, енді осы коллекционерлерге осы коллекция жинауда қандай ережелерді ұстану керек осы коллекционерлер? Енді ережелер жалпы жұртқа қиянат жасамау керек қой. Ешкімге қиянат жасамау керек, адал еңбекпен жинау керек. Жаңағыдай мысалы біреудің бергенін, өзіңнің тапқаныңды, сосын жаңағы алмастырған кезде ешкімді алдамау керек. Сол адам рұқсатымен сатып алып, ұрлап алған қылмысқа жатады деп ойлаймын. Сондықтан адал еңбегімен істеу керек, өзіңнің қызығушылығыңды арттыру үшін. Сосын оны деген тек өзің үшін үйге тығып ұстамай, осылай көпшілікке жария етсең, мен балдарға көрсетсем, мысалы, балдардың да дүниетанымы кеңейеді. Менде сондай бағытта үйдегі жаңағы
немерелеріме айтып отырмын, ертең мынаның бәрі сендерге қалады деп, олар да иә деп маған әйтеуір шашпайды, мынаны осылай тұрады жинап отырған кезде. Сол. Өзіңіз тарихшысыз, түрлі мысалы тиындар бар, оның әрқайсысының астында өзінің бір тарихтары болады. Соларды зерттеп көрдіңіз ба? Зерттеп көріп жатырмын. Я мысалы мына жерде жаңағы форинт деген ақша бар ма екен? Мына баяғыда қазақтар кажеки жаңағы әртүрлі балдардың әшекейлеріне, жаңағы бас киіміне, тебетейкісіне тиын тағатын еді ғой. Сол мына форинт деген мына тесілген. Өйткені бұны ілгек қылған кезінде жаңағы әшекей қылған. Мінекей, осыны мысалы форинт деген қазір жоқ ақша. Бұл Венгрияның ақшасы. Қазір олар еврозонаға көшті, евро жұмсайды, бірақ мына форинт менде сақталып қалды. Мысалы, кезінде осы 20 ғасырда Венгрияның жұмсаған ақшасы деп мен мынаны көрсете аламын балаларға мысалы. Сосын мысалы жаңағы орыстың ақшалары айтқандай, немесе кеше бір оқушым Түркияға оқуға түсіп еді, сол маған ақша келіп берді. Апай, сіз жаңағы ақша жинайсыз ғой деп, Түркияның ақшасы мінекей. Түркияның туы тұр. Керемет. Оқушым, апай, сіз үшін алып келдім деп, мінекей Түркияның ақшасы. Мінекей бір лирасы, мынау да бір лира, бірақ памятный. Әртүрлі даталарға байланысты, мысалы жаңа теңгені айтып отырмын ғой, әртүрлі даталарға байланысты шығады деп. Мынау да бір нәрсені 100 жылдың юбилейіне шығарған, 22 жылға дейді, 100 жыл дейді, значит, былтыр 100 жыл болған. Осындай памятный, осындай тарихи заттар өте көп. Мен мынаны ұмытып кетіппін ғой. Мынау жаңағы баяғы Шректің альбомы негізі. Мінекей, көрсетіп қояйын. Соны лақтырып тастайын деп отыр екен біреу. Мен мынаны лақтырмай, маған берші, ішіне теңгелерімді салам деп сұрап алдым. Содан үйге әкеліп, мысалы мына монета 2000 жылғы монета. Жаңағы миллениум дейді ғой. Жаңағы 20 ғасыр аяқталып, 21 ғасыр басталды дегенде осындай монета шығарды. Оны бір әкеліп салып қойдым. Мына жерде Махамбет Өтемісұлының 200 жылдығы тойланды. Мінекей, соған да монета шығарды. Жаңағы памятный дейді ғой. Олар саудада жүрмейді. Ограниченный количество шығарылады, сол мысалы қолына тиіп қалды осы. Мынау жаңағы Конституцияның 10 жылдығы дейді. Мынау Ғабит Мүсірепов мысалы, мынау жаңағы Салбағай деген біздің Қазақстанда сирек кездесетін құстар. Мына Байқоңырдан ғарышқа ракета ұшырғанға байланысты неге 60 жылдығына 61 жылы ұшырды ғой. Сол 2021 жылы сол жаңағы космосқа ұшқан аппаратқа байланысты шығарылған монета. Мынау жеңіс ордені, сол орденге арнап шығарған монета. Мына жерде тағы бар. Көп-ақ мінекей. Мынау жаңағы қазақтың салт дәстүрлеріне байланысты шығарған монеталар бар. Мына жерде тұсау кесу, бесікке салу деген, жаңағы алтыбақан, мінекей осындай салт дәстүрлерге байланысты монеталар бар. Так, сосын мына жерде теңгенің 100 жылдығына шығарылған монеталар. Мынау Әбілқайырға шығарылған, Әбілқайыр ханға жоқ. Әл-Фарабиге шығарылған, мынау 50 теңге. 50 теңге осындай болды, орыс теңге. Үлкен болды. Мынау қазіргі 200 теңге. Сол кезінде ол да жаңағы тарихи бір неге ескерткішке айналар деп, оны да осы неге салып қойдым. Балдарға көрсетуге өте ыңғайлы, өте жақсы. Рахмет, апай, осы шақыртуды алып, жалпы келіп жатқаныңызда аман жақсы жүре беріңіз.